Пиццаны енді тек осы рецепт бойынша жасаймын деп шештім. Өйткені қамырын илеп қойып, қашан көтеріледі екен деп күтіп отырмайды екенсің. Және де қанша пицца жасаса да пиццалары дұрыс шықпайтын қыздарға осы рецепт арналады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оп-оңай жасалады, әрі жып-жұмсақ өте дәмді болып шығады. Ал ендеше бісміллах деп ең алдымен ыдысымызға айранымызды құямыз. Оның үстінен бір жұмыртқа және 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз, оның үстінен сұйық май құйып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қоюлықта масса пайда болады. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды, оның үстінен қамыр қопсытқышымызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, бізде осындай қамыр пайда болады. Қамырымыз кішкене қоймалжың болады. Енді осы дайын болған қамырымызды пергаментіне бумаганың үстіне өз қалауыңыз бойынша формасын келтіріп салып алсаңыздар болады. Мен домалақ формада пісіретін болғандықтан домалақ формасын келтіріп, бір тегіс етіп, барлық жерін бірдей етіп жайып аламыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып алдық. Енді осының үстіне мен томатный паста қолданатын боламын. Кетчуп қолдансаңыздар да болады. 2 ас қасық томатный пастаның үстіне орегано приправасынан кішкене салып, жақсылап араластырып жібердім. Енді осыны бір тегіс етіп қамырдың үстіне жайып шығамыз. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Осының үстіне кішкене сыр сеуіп аламыз да, оның үстінен мен сосискалар қойып шықтым. Колбаса қолдансаңыздар да болады. Және өз қалауым бойынша қызанақтар қойып шықтым. Ең соңынан тағы да жақсылап сырды сеуіп аламыз да 200 градус қызып тұрған пеште 8-10 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Одан артық ұстамаймыз қыздар. Мінекей біздің пиццамыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары өте әдем болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады, әрі өте жып-жұмсақ дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фариза. Егер де видео рецептім ұнаған болса, сақтап алып, өмірі пиццасы дұрыс шықпайтын құрбыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз.